Баршаңызға қайырлы күн. Біз Қызылорда қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы X сынып оқушылары Жәнібек Сымбат және Өмірзақ Зухра. Біздің бүгінгі ғылыми жобамыздың тақырыбы қазіргі әлеуметтік желілердегі сөз мәдениеті. Бұл тақырыптың өзектілігіне келетін болса, қазіргі таңда әлеуметтік желілер қоғам арасындағы қарым-қатынасты орнататын үлкен платформаға айналып отыр. Осы орайда аталған әлеуметтік желілерде қолданушылар арасындағы сөз мәдениетінің тіліміздің тазалығына кері әсері өзекті болып отыр. Жобамыздың мақсаты ол әлеуметтік желілердегі сөз мәдениетіне зерттеу жасау, оған ықпал ететін факторлардың әсеріне тоқталу және қазіргі әлеуметтік желілердегі жастардың тілінің сипатына талдау жасау. Біз жоба тақырыбына байланысты шағын зерттеу жұмысын жасадық. Бұл жұмыстағы зерттеу нысаны 12-15 жас аралығындағы жасөспірімдер, яғни қазіргі әлеуметтік желілердегі коммуниканттардың сөз мәдениеті. Жобаның бірінші сұрағына келетін болсақ, ол сіз күнделікті өмірде сіздерді қаншалықты жиі қолданасыз сұрағы болатын, және де оған 39% жастардан жиі қолданамын деген жауап алды. Өкінішке орай тек 4% қолданушылар ғана мүлде сұрақ сөздерді қолданбаймын деді. Келесі ол сұрақ сөздерді пайдалануды қайдан үйрендіңіз сұрағы болатын, және де басым бөлігі, яғни 44% әлеуметтік желілерден үйрендім деген жауап берді. Сұрақ сөздердің пайдасына келетін болсақ, жауап берушілердің арасынан ойды қысқартып жеткізу, ойды оңай жеткізу және достармен оңай тілдесу деген жауаптар алдық. Сұрақ сөздердің кері әсеріне келетін болсақ, сауалнамамыздың жауап берушілері, олардың басым бөлігі, атап айтсақ 42%, сұрақ сөздердің сөз мәдениетіне кері әсері бар екенін мойындады, бірақ оған қарамастан әлі күнге дейін сұрақ сөздер жастар арасында кең қолданылады. Интернеттің сөз мәдениетіне тигізетін әсеріне келетін болсақ, ғаламтордың әсерін көретін бұл ең алдымен қоғам мәдениеті және қоғам тілі. Бұрындары байланыс орнату үшін телефон, хат, радио қолданылатын болса, қазіргі уақытта онлайн коммуникацияның ұйымдастырылуы оңай жүзеге асырылуда. Бұл адамдардың мәдениетіне, сана сезіміне және әсіресе сөз мәдениетіне әсер ететінін аңғарған жөн. Тілші ғалым Рабиға Сыздықова тіл мәдениеті дегеніміз сөздерді дұрыс орнымен қолдану, сауатты жазу және тілді әсерлі етіп жеткізу деп айтқан болатын. Ендеше ғалымдардың пікірінше, тілді саналы түрде бұзып қолданушылық бұл адамдардың интеллектуалдық деңгейінің төмен екенін көрсетеді. Интернет дамуының өзіндік ерекшеліктері бар, бірақ алайда қазіргі уақытта қазақ аудиториясында